Құрметті ауданымыздың тұрғындары, Таза Қазақстан жалпыұлттық акциясы еліміздің түкпір-түкпірінде жүргізілуде, жалпы өзінің жалғасын табуда. Әр өңірлерде, қалаларда, аудандарда ғимараттардың аулаларын тазалап, қоқыстан ескерткіштер, өзен көлдердің аумағын тазалау жұмыстары, күрделі жұмыстары сенбілік сайын өткізіліп жатыр. Сондықтан да айтайын дегенім, біздің Ерейментау ауданында да осы жұмыс жалғасын табуда. Біздің мемлекеттік қызметкерлер мен білім саласы аумағындағы жастарымыз бар, орта жастағыларымыз бар, бәрі сенбілікке шығып, осы жұмыстарды атқаруда. Жаңағындай әлгі аулаларымызды тазалаймыз, ескерткіштердің маңайларын тазалап, өзен көлдерді қоқыстан тазартып, өз жұмысын жалғастыруда.